Aramızda Semey'den arnayı şakırtılgan Ahmet Riza Hazret otur. Endi осы кісіні тыңдайық. Hazret айтыңызшы, мұндай адамның шариғатта жазасы қандай? Көңілімізге қарамаңыз. Айтыңыз, бізге ақиқаты керек. Әрине, бұл өте ауыр. Айтқан адамның ауызы болған атын лас қылмыс. Қадыр менде би дұрыс айтады. Бұл рудың, халықтың шыңбірінен шығып кеткені. Адамзаттың, инсанияттың атына кіркелген. Шариғатта бұндай адамдарды дарғасы өлтіреді. Астағфиралла, Hazret. Сонда бұл екеуіне сондай жаза бұйырасыз ба? Ай, Сүйіндік! Әулиенің алдын кескендей соншама. Неден шошындың? Беке, сіз мені түсінбедіңіз. Мен хүкім шығаратын қазы емеспін. Мен тек шариғатты түсіндірушімін. Ағайын, жер дауы, жесір дауы, немесе азамат өлген дауда құн төлеппі түсуге болады. Бірақ мынау бүгінгіс алталаштың малын салса да құны төленбейтініз. Адамзат басқа тірі жәндіктің бәрінен биік. Себебі адам даладағы тағы айуан сияқты жақынына шаппайды. Өзінің төлімен шағылыспайды. Адам осынсымен адам. Алла тағала адамды осылайша басқа мақұлықтан артық шағылып жаратқан. Құдай куә, осы жерде ешкімде адамның қанына құмартып отырған жоқ. Бірақ өз төлінің, өз ұлының ақ төсегіне қол салған қодар да, күнәсін қамсынбай мойнына алып отырған қамқа да, екеуі қандай жазаға болса да лайық. Екеуін елден аластайсыңдар ма? Басқа жаза қолданасыңдар ма? Патша көңілдеріңе жүгініп, өздерің айтыңдар. Ал қане, елден аластайық па? Құнанбай, өзінің туысына ынтызар болған үшін қалқаманды да өлтірмей қоя бермеді ғой. Бір өз топырақты алды артына шашайық дағы, қоя берейік екеуін. Ей, Байсал! Қалқаман мен Мамырдың ылаңын ешкімді ұмытқан жоқ. Аман кетті демесең, екеуі де өлімге кесілген болатын. Елден аластауға көнбесең, үкімдерің дөздерің айтыңдар. Екеуінің жазасы өлім. Оу, басқаша болмас бекен билер. Өздерінің ағайындарың емес пе? Тек басқалы отырсыңдар. Әй Байсал, сен өзің немене деп бұлқылдап отырсың? Ағайын екен деп келмен тентегіңді бұлғақтатып қойып, осында қарап отырамыз ба? Атқа батса, алтын ерді, отқа жақ деген. Салиқалы билер, сіздер үлкен бүлік бастайын деп отырсыздар. Ойбай-ау, ертең дүйім жұртқа не айтамыз? Қодардың артындағы ру көтерілсе, бұлғақ пен ланның көкесі сонда болады емес пе? Уа Құнанбай, уа билер, әнтегіске бармайық. Қолымызды қаннан аулақ ұстайық. Әй, Сүйіндік, есіңе салайын. Бұл бір рудың немесе тіпті алаштың дауы емес. Бейшешті демесең, бұл шариғаттың соты. Тентек